Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көбейту және бөлу тәсілдері. Балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде гүлдер және соған сәйкес өрнектер берілген. Осы өрнектерді есепте, гүлдердің қай гүлзарда өсірілетінін анықта дейді. Егер де өрнектің мәні 500-ден кіші болса, онда бұл гүл дөңгелек гүлзарда орналасады. Ал егер де өрнектің мәні 500-ден артық болса, онда тіктөртбұрыш гүлзарда болады екен. Қанекей, тапсырманы орындай ғой. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші өрнек 60 пен 40-тың қосындысы көбейтілген 3, бұл өрнектің мәні 300-ге тең. Келесі 80 мен 20-ның қосындысы көбейтілген 6, бұл өрнектің мәні 600-ге тең болады. Келесі 5 пен 2-ның қосындысы көбейтілген 60, бұл 420-ға тең болады. Келесі өрнек 30 пен 40-тың қосындысы көбейтілген 8, бұл өрнектің мәні 560-ға тең. Келесі 9 пен 1-дің қосындысы көбейтілген 70, тең 700 болады. Одан кейін 40 пен 30-дің қосындысы көбейтілген 4, бұл өрнектің мәні 280 болады. Ал енді мәндеріне назар аударып қарайтын болсақ, қызғылт гүлдердің сәйкес келетін өрнектерінің мәні 500-ден кіші, сонда дөңгелек гүлзарда қызғылт гүлдер орналасады. Ал мына қызғылт сары гүлдерге сәйкес өрнектердің мәні 500-ден артық, сондықтан тіктөртбұрыш пішінді гүлзарға қызғылт сары гүлдерді орналастырамыз. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде өрнектер берілген, амалдардың орындалу тәртібін анықта және есепте. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші өрнек 210 қосылған 450 мен 5-тің бөліндісі. Амалдардың орындалу тәртібін анықтап шығайық. Бірінші бөлінді орындалады, одан кейін қосу амалы орындалады. Енді ретімен орындап шығамыз. Бірінші амал 450-ді 5-ке бөлгенде 90 шығады. Екінші амал 210-ға 90-ды қосамыз, сонда 300 шығады. Яғни өрнектің мәні 300-ге тең екен. Келесі өрнек 770 бөлінген 70 қосылған 550. Амалдардың орындалу тәртібін анықтайық. Бірінші бөлу амалы орындалады, одан кейін қосу амалы орындалады. Енді амалдардың орындалу реті бойынша есептейміз. Бірінші 770-ті 70-ке бөлеміз, сонда 11 шығады. Екінші амал 11-ге 550-ді қосамыз, сонда 561 шығады. Яғни бұл өрнектің мәні 561-ге тең екен. Келесі өрнек 640 бөлінген 2 қосылған 354 қосылған 25. Бірінші бөлу амалы орындалады. Екінші амал 354-ті қосамыз, үшінші амал 25-ті қосамыз. Енді реті бойынша орындап шығайық. Бірінші 640-ті 2-ге бөлгенде 320 шығады. Екінші амал 320-ға 354-ті қосқанда 674 болады. Үшінші амал 674-ке 25-ті қосқанда 699 шығады. Яғни өрнектің мәні 699-ға тең екен. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Жарысқа қатысушыларды құттықтау үшін 24 қызыл және 18 ақ раушан гүл сатып алынды. Барлық гүлдерден теңдей 6 гүлшоқ жасалды. Әр гүлшоқта қанша гүлден болды? Әртүрлі тәсілмен шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің қысқаша жазылуы былай болады. 6 гүлшоқта 24 қызыл және 18 ақ раушан гүл бар. Әр гүлшоқта қанша гүлі бар? Енді есептің шығару жолына тоқталайық. Бірінші тәсіл 24-ке 18-ді қосып, оны 6-ға бөлеміз. Сонда 7 гүлден екен. Екінші тәсіл әрбір гүлдің түрін 6-ға бөлеміз. Сонда 24 бөлінген 6 қосылған 18 бөлінген 6 болады. Тең 7 шығады. Есептің жауабы әр гүлшоқта 7 гүлден болды. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде бөлу амалдары берілген.
осыларды есепте. Ал балақай бірге тексерейік. 660 бөлінген 3, бұны мынандай тәсілмен есептеуге болады. 600-ді 3-ке бөлеміз және 60-ды 3-ке бөлеміз. Яғни 660-ды 600 бен 60-ның қосындысы түрінде қарастырады екенбіз. 600-ді 3-ке бөлгенде 200 болады, 60-ды 3-ке бөлгенде 20 болады. Екеуінің қосындысы 220-ға тең. Яғни бөліндінің мәні 220 болады. Келесі бөлу амалы, бұны да дәл солай, яғни 770-ті 700 бен 70-дің қосындысы түрінде қарастырып, 100-дікті және 10-дықты 7-ге бөлеміз. Сонда әрбір бөлінінің мәнін есептеп бір-біріне қосқанда 110 шығады. Келесі 820 бөлінген 20. 820-ны 800 бен 20 сандарының қосындысы түрінде қарастырып, 800-ді 20-ға бөлеміз және 20-ны 20-ға бөлеміз. Әрбір бөліндіні есептеп бір-біріне қосқанда 41 шығады. Келесі 550 мен 50-дің бөліндісі. 550-ді 500 бен 50-дің қосындысы түрінде қарастырып, 500-ді 50-ге бөлеміз және 50-ді 50-ге бөлеміз. Бір-біріне қосқанда 11 шығады. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен көбейту және бөлу тәсілдерін пайдаланып, әртүрлі тапсырмаларды орындадың. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.